Assalomu alaykum Facebook қолданушылар. Assalomu alaykum бағбандар жаматы, саламатсыздарбы? Құтманды күніңіздермен туғандар. Мына Азия Мол сода борборының 3-ші этажында мына комнатный гүлдер сатылып атады екен. Мына бұл жерде бардық ушул дүние жүзүндөгү ең жақсы гүлдөп, ұзақ гүлдөп тұра тұрған гүлдердің ярмаркасы болып атады екен. Туғандар, егерде сіз үйіңізді гүл өстірем десеңіз, шул жерге келсеңіз болады екен. Daha қанша күн іштейсіздер? 8 мартқа чейін іштейсіздер. Мына 8 мартқа чейін шул жерде шул гүлдер сатылады екен. Гүлдердің бағалары бойынша кішкене тоқталып кетпейсіз бе? Мол гүл қанша екен? 300 сом, а? Молсы. Фиалкалардың бары 300, мына астыда тұрғандаршы? 1500-ден, мыналар. Мына фиалкалар 300-ден екен, мына чоңдары 1,5 сомдан екен. Мына женское счастье дейді. Охо, тилин келбей тұрған аттар екен. Бирок бар дейді. Чырайлы екен. Мына цикламен деген бар екен. Баладин дейді. Мына фиалкалардың түрлері менен екен. Седой океан, Алан Фабиано, новогодний фейерверк, Ален дейді. Ле Беатриса дейді. Охо. Почем цветы? Это все фиалки, да? Фиалки, каламбоя, цикламены. Цикламены, да? Цикламены почем? Это 450. 450, да? Вот, цикламен. Красный, махровый цикламен. На детки фиалок. А детки фиалок? По 100 сомов, да? На көрдіңер, 100 сомдан алып, өстіріп алсаңыздар болады екен. Мына чоң фиалкалар. На. А вот эти цветы как называются? Это стриптокарпусы, они цветут постоянно, не отдыхают. Ну, постоянно цветут. Көрдіңер? На, цикламендердің түрі менен екен. На, ромашкалардың түрі менен. Көріңіздер, шылардың бардығы, не? Өзіңердің үйіңерді өстіріп алсаңыздар болады. Мынаны қараңыздар. Қандай соның гүлдері, гүлдер. Мына. Мынаны қараңыздар, қандай Алла Тағаланың жаратқан кереметі. Гүлдердегі адамдарға ұқсап, бір-біріне ұқсаспайды, бирок өздерінше қоғыз да. Әрбір адам қоғыз дегендей, әрбір гүл өзінше қоғыз екен. Мына, көріңіздер. А как вот эти цветы называются? Анториум. А вот этот? Мужское счастье, это сердце матери, не помню как. Сердце матери, да? А этот как ромашка, да? Да, это как ромашка. А вот этот, смотрите, он какой красивый, да? Тоже Не помните, да? Ну, однозначно, все красивые. А вот это? А? Орхидеи вот эти, да? Туғандар, көрдіңіздер, қандай сұлулықты сатып атышады. Афтанго, Дарья, Сингапур, Муровая роза, сливки деген сорты бар екен. Перуанская лилия дейді. Ловес снов дейді. Мына түшті қармайды екен. Мына гүлдердің да өзінің таржымалы бар да. Кейбір гүлдерді, мысал үшін, біз білбей, үйге алып барып алсақ, мысал үшін, ал бізге мындай зиян тигізіп қойсы мүмкін. А кейбір гүлдер тескерісінше білбей дағы отырғыз болса, ошолор бізге өте чоң пайда береді екен. Седой граф дейді, букет феи, розовый зефир, ночь люкс, богиня ночи люкс дейді. Кубанская казачка дейді.
Мына Бишкек Чаночка деген гүл да бар екен. Мына Варвара краса, водяной, спелая слива дейді. Машалла. Испанский танец. Эвелина, кудрявая сирень дейді. Карисимби дейді. Агеппе дейді. Сказка для Маши. Розовый шербет, Ракель. Мына көріңіздер. Мына ушул эки катарда бардыгы гүл сатып атышат. Келиңиздер шу гүлдөрдөн алып, отургузуп, ушудан пайдаланыңыздар. Мындай. Тег эле гүл өстүргөндүн өзү. Как вот эти цветы называются? Это гвоздика. Гвоздика, да? Караңыздарчы, кандай сонун гүлдөрдү. Вы постоянно занимаетесь цветами, да? Да. А если будут люди звонить, можно ваш телефон дать? Я сдалека, поэтому... Откуда? С Беловодска. С Беловодска? Алыстан екен бұл. Мен телефонын алып берет элем. Звонит етіп, сүйлөсөңөр болады екен да. Мынаны карагылачы. Иншалла. Шундай сонун гүлдөр, Мынаны караңыздар, Сулулук жана сулулук. Мына туғандар. Гүл базар. Келиңиздер, Азия Мол 3-чү этаж. 8 мартка чейин иштейт экен. Келип, өзүңөрдүн гүлүңөрдү алып кетиңиздер.